қарайтын сұраулар сұрақ қою арқылы ынтасын арттыру және де қажетсіз мағлұматтардан сақтану, баланың ілтипатын қоздыратын қызықты нәрселерді ғана сөйлеп үйрету. Осы қарастар арқылы біз 5-ші сыныптың дыбыс деген не тақырыбын алдық. Жалпы оқу мақсаты тірек сөздермен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау. Біз факт ретінде оқушылардың қызығушылығын ояту мақсатында жалпы сұрақтар қоямыз. Оған күннің күркіреуі, яғни мынандай тақтадан көрсету арқылы немесе сурет көрсету арқылы әркімнің шеберлігіне байланысты құстың сайрауы, оған аудио тыңдалым ұсынамыз және бұғының дауысын ұсынамыз. Осы үш негізгі берілген күннің күркіреуі, құстың сайрауы, бұғының дауысы арқылы оқушы дыбыс деген не дегенді ұғына алу керек. Яғни ұғынады деп ойлаймын. Тыңдалымыз бар қолымызда. Қазір сіздерді уақыттарыңызды алмайды деген үміттеміз. Аудио тыңдасақ. Құстың сайрауы. Екінші күннің күркіреуі. Оқушыларға өзі. Күннің күркіреуі. Өтіп кеткен тақырыптарымыз. Осылайша біз осы ұсынылған түрлі дыбыстар арқылы тақырыпты анықтаймыз. Одан кейін табиғатта түрлі дыбыстар болғандықтан ұсынылған иллюстрациялар мен тірек сөздер арқылы тақырыпты болжай алатындығын растаймыз. Себебі дыбысты есту арқылы жүзеге асатындығын оқушы түсіне алады. Және негіздемеге біз мынадай сұрақтар ұсынғымыз келіп тұр. Бірінші, дыбыс дегеніміз не? Екінші, табиғатта дыбыстың қандай түрлері кездеседі? Дыбыстың таралу жылдамдығы неге әртүрлі? Ол жалғыз күннің күркіреуі, құстың сайрауы, бұғының дауысы емес, жаңағы қатты, сұйық, газды ортада кездесетін дыбыстардың дауыстары. Жалпы қорытындылай келе, дыбыс тек қана ол әріппен, адамның сөйлеуімен, дауыс шымылдығы, желбезек көмей арқылы емес, сонымен қатар қоршаған ортада да кез келген табиғаттың немесе осы кабинетте отырған, мысалына дәлізді ашып жабу дыбысы, есікті ашып жапқандағы дыбыс, әр адамның орнынан қозғалуы, тұруы, соның барлығы дыбысқа жататындығын айтқымыз келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Мақсатымыз біздің шынайы кейіпкерлер байланыстыру. Қағидамыз баланың ішін пыстыратын біркелкі мағлұматтардан сақтану, лайықты салыстыру, теңестіру, ұқсастыру, түрлі әдістерді оңтайлы оқытуға, жандандыруға тырысу. Бесінші, жаңа кейіпкерлерді шынайы өмірмен байланыстыру дегенді алдық. Бағдарламамыз, оқу мақсатымыз Керқуатты Кендебай. Біз іш пыстыратын енді бізде бұрынғыда бізде Кендебай деп айта бергеннен гөрі біз батыр мысалы. Кендебай басқа жерге барып көмектесті дегеннен гөрі қазір бар ғой жаңа өмірмен байланыстыратын болсақ, қайырымдылық жасаулар, қазір соны оңтайлы жолменен салыстыру, соны алып тұрмыз. Сосын енді біз саралап оқыту әдісі ғой, енді балаларға өзіне жеке тапсырмалар беру арқылы, ерекшелігіне қарай тапсырмалар беруі, одан қалды зейініне қарай, мысалы деңгейлері әртүрлі ғой, балалар жаңағы сұрақ қойғанда да әртүрлі балалар кездеседі, соған қарай тапсырмаларды беріп отырдық. Жаңа айтып өткен дарынды балаларға бөлек жұмыс жасауымыз керек та, енді оларға сосын мынау ерекше бақылауды қажет ететін балаларға олардың деңгейіне қарай, өзінің таным түсінігіне қарай бөлекше тапсырмалар беру.
енді соны жаңағы видеоға берсеңізші бір мысалға мынандай жалпы сыныпқа мынандай тапсырма береміз дағы да мына балаға сол тапсырманы орындау үшін мынандай қолдау көрсетеміз деп айтып берсеңіздер сол кетті ғой сол дәлел сөз болып кетті бұл жақта. екінші қағида бар ма? жоқ осы бір ғана сол жаңағы неме дәлелдеп сабақта әдейі бастадыңыз ғой кемтуан сабақты баланың білетін мағлұматымен ұштастыру мақсатымыз берілген сұрағыңды дұрыс түсініп шағын диалогқа қатысу, лайықты жауап беру. Яғни біз Расул Гамзатовтың ең Дағыстанның жүрегін алдық. Бірінші сабақтың тақырыбын ашу арқылы бірінші видеороликтер, яғни туған жерге байланысты видеороликтер ұсынамыз. Осылайша оқушылардың туған жер туралы пікірін сұрай отырып, сұрақтарға жауап алғандықтан жаңа тақырыпты өткен сабақпен байланыстыра отырып, оқушылардың жауаптарын негізге алып, жаңа сабақты меңгерту. Яғни бірінші туған жер туралы видеоролик көрсетеміз, балалардан үйренушілерін сұраймыз. Сосын біздің жаңа тақырып менің Дағыстаным, яғни автордың туған жер туралы тақырыптағы өлеңі ғой енді. Соған негіздеп отырып жаңа тақырыпты ашамыз. Сіздерді оқылымға кімді алмайды? Жоқ, қағида. мынау екі деп тұрғаннан айтсаңыздар бестің қасында тұрған екі оқылымға не тыңдалымға екі оқылымға Бірі тыңдалмайды. жоқ қай сыныптікі егер орыс сыныпты болса ол айтылым болады қазақ болса онда ол екі оқылым болады болды ма? Иә. Сіздер айтқандарыңызды басқа топ түсінгендігі қалай бағалайсыздар? Сабақтың тақырыбын ашу. Біздің түсінігіміз бойынша. Бірінші Жаңа берілетін сабақта баланың білетін мағлұматтарымен ұштастыру. бұрыннан білетін мағлұматымен ұштастыру. Ашып айтсақ, алдыңғы сабақта меңгерген білімді жаңа оқу материалымен ұштастыру, оқытудың бірізділігін ұстану. Бұл қазіргі таңдағы өте маңызды қағидаттардың бірі. Топ білдірген, рахмет, жақсы. Бұл топқа берілген қағида бұрын жаңа жаңа берілетін сабақты баланың білетін мағлұматтарымен ұштастыру дейді. Мына сурет арқылы не айтасыздар? Мына сурет не айтыпты сіздерге? Спиральді, яғни шиыршық тәрізді оқыту деп айтатынбыз. Видео, мен сөйлеп жатқан кезде видео қоспаңыздар.